таза ауаның директорымын. Біріншіден қыздардың кішкене сана сезімі төмендеп кеткен да. Ашуыма тиеді. Кезінде жас кезімде анам айтатын жылы киін деп. Соғал алған жатыр қала берсе. Түрі моттай береді ғой. Шашынан андай петухтар сияқты тұрғызып, атештер сияқты ше. Дұрыс ұрмайсыз ба сонда? Ұрып көруге де болады негізі жалпы ше сен. Қай бір бала, байдың баласы ережесіз жекпе-жектен келіп чемпион болып жатыр. Біздің ең бірінші мақсат қазақтың кім екенін әлемге барып көрсету. Қайырлы күн, Асылтас ТВ YouTube арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің қонағымыз аралас жекпе-жектің хас шебері Арман Әшімов. Есімім Бексұлтан Нұрланұлы. Біз сұхбатымызды бастаймыз. Арман, қош келдіңіз. Ассалаумалейкум. Жалпы осы ережесіз жекпе-жек әлемінде жүрсіз. Трэш-ток, небір жаңағы қарсыластың арнамысына тиетін нәрселер, көз дуэлі секілді нәрселерді де көп байқайсыз. Жалпы трэш-токқа деген көзқарасыңыз қандай өзіңіздің? Трэш-токтың қазақшасы қандай болады сонда? Бұлай общий мағынасы қалай болады қазақша? Енді сөз бәйгесі ғой. Ұрсып, короче, сол ма? Жоқ, ондайға жоқ. Біз енді ондай болған маған стойка ұстап, қатай кеп тұратын. Естіп тұрсын, күл жүресің ғой түріне қарашы. Енді білмеймін ондай маған. Қабағым тиіп бір кішкене. Жараспайды сияқты қазақтың балаларына ше. Енді бізде тек қана ондайдың қалай айтсам болады? Мастер деп айтады ғой. Қуат Хамитов қана бізде. Ол өйткені нағыз трэш-токтың көкесін көрсететін Қуат Хамитов, өйткені ол өзін қалай ұстау керек екенін біледі да, бірақ өмірде өте қарапайым жігіт ол. Біз қатты араласып сыйласамыз, өмірде өте қарапайым. Но енді UFC-де де UFC қылдырған Конор Макгрегор ғой. Сөйтіп хайпап өтеді, біреумен қырылып, ұрысып, шын мәнінде олар өмірде ондай адам емес, өте қарапайым адамдар. UFC демекші, Арман Әшімов UFC-мен қол қойды деген кезде өзіңіз де сеніп қалған шығарсыз. Оны құпия деп айтсам да болады. Өйткені негізі бар ғой контракт. Негізі бар. Ақпан айынан бастап бар контракт. Мен сол Данавай контендер серияске төбелесетін болдым, бірақ осы жылға ол жаққа ұша алмадық, визамен және карантин болды. Сол себептен июньнің 20-сы ма, 29-ына берген болатын бойда. Бірақ біз ол жерде контракт UFC-мен подписывать еттік. Екінші бой болды. Жалғас Жұмағұлов қайда? Июньда ма? Июльда төбелесті 11 күні. Маған 14-не бой берген болатын. Маған тек қана кешігіп айтты да. 9 күн айтты, бірақ ол кезде Қазақстан жабылып қалатқан, шекарамыз жабылып қалған болатын. Сол себептен естіп қойды ғой. Шам деп. Звондадым, Астанаға да звондадым. Барлық жаққа звондадым. Маған айтты, тек қана есі границадан жаяу өтем десең, жолың болсын деді ғой. Басқа жол жоқ. Иә, басқа жол жоқ, енді ұшатын жол жоқ. Жасырын болмаса, біздің Жалғас Жұмағұлов ағамыз бар, Шавкат Рахманов бар, кеше жеңіске жеткен. Солардың барлығын UFC-ге алып келіп жатқан Саят Абдрахманов. Арман Әшімов кім арқылы, қалай UFC-ге дейін жетіп жүр? Мен менеджерім Саят Абдрахманов емес, бірақ ол ұсыныс тастаған маған. Бірақ мен ол уақытта Германияның азаматы Адриан Бокос, Люсиан Бокос деген екі ағайынды жігіт бар. Солармен ауызша уәделесіп қойған болатын. Оларға айттым мен, шын мәнде UFC-ге контракт алып берсеңдер, мен сендермен жұмыс істеймін дегенде. Өзінің айтқанымен тұрып, UFC-мен контракт подписывать еттік, бірақ қазіргі таңда енді подписывать еттік деген ол жай әңгіме ғой, бой болмаса. Мен мысалы өзім қазір контрактым болса да, мен контрактым жоқ деп есептеймін, өйткені маған бой бермеді ғой алда. Бой берген кезде официальный контракт бар деп солай шығаруға болады. Енді контракт бар, 5 жыл, 10 жыл төбелеспей, бұйырмаса төбелеспей қаласың. Сол себептен қазір маған бой берсін, алла берсін. Осы жақын арада белгілі болады деді. Енді сол кезде айтамыз толықтай. Көлденеңнен бір сұрақ қояйықшы, осы бет-бетіңізге қарап отырмын да. Таудан түстіңіз ба? Етігіңізге қарасақ. Жоқ, бұл етік Шығыс Қазақстан Аягөзден алып келген болатын. Алдында осы жалғыз етік қалыпты, шын айтамын. Соңғысын 40-ші размерді мен алып кеттім. Сол маған кезінде, жас кезімде анам айтатын, жылы киін деп. Ол кезде қайдан жас болдық, кішкене баста жел бар дегендей
анда-мында жүріп кішкене суықта өткіздік, суықта тиді. Қазір енді семьям бар. Болашақта Алла қаласа енді бала-шағамыз болады. Өзім ұрпағым көп болған қалаймын да. Болашақта енді бар бәле аяқтан дейсіз ғой. Иә, анау тоқал жатыр қала берсе. Соған ниеттеніп, қазірден бастап өз-өзімізге қарап Жоспарда бар. Шешіліп қойған әңгіме ғой. Мен үйленбей тұрып ше. Ниеттеніп жүрміз енді Алла қаласа. Өте дұрыс. Жалпы сізді спортшы ретінде бәрі таниды, спортшы ретінде білет, чемпиондық белбеулерді де алдыңыз. Инстаграмда да біраз жылдыз екенсіз. Билеп жатқан тойда қатты бидің түбін түсіріп қояды екенсіз. Би жағынан қалай келіп жүрсіз? Енді биді шын айтсам 9 класста, ең бірінші 9 класста біздің үйде вечеринка дейді ғой, кішігірім той томалақ өзіміздің класстастарымыздың арасында. Сол кезде ең бірінші дейсің қатып алып билеген болатын. Сосын қыздар айтқан болатын маған, кішкене денең, өзім классым қыздары, кішкене денең босатып билет деп. Содан сөйтіп билеп, енді бір жерге биге қатысқан жоқпыз. Енді әркімнің биін көресің, содан бір би құрастырып аласың әйтеуір, қолдан келгенше. Енді билейміз енді. О жағын билеу, әңгіме айту дегеннің түбін түсіреміз ғой. Жалпы үйленгем дейсіз, бірақ сөзіңізге қарасақ, өзіңізге қарасақ, жалпы қыздарға жақын сияқтысыз өзіңіз. Қыздарға деген көзқарасыңыз қалай? Түрім оттай береді ғой. Түрім оттай береді. Жоқ, жалпы мен қатынымды алып қашып келген кезде, сол кезде үйге кіргізіп, екеуміз сөйлескен болатынбыз. Оның алдында да мен былайынан кездесіп қыз жігіт ретінде жүріп көрмегенбіз. Мен оны 2 рет ауыз ашар, 3 рет ауыз ашарға шақырдым ораза айында. Содан кейін былайынан кездесіп, былай жолда көрісіп солай болды да. Содан кейін мен осы жақсы қатын болады екен, өзі енді қалай айтсам болады, тәрбиелі, енді ақылды да, осы қатын болады деп сол қызда ниеттенген болатын 2013 жыл, 2013-2014 басында. Содан кейін оны көп көргенде жоқпыз, сол 5-6 рет кездесіп, сосын ең соңында айттым, көктемде шақырып, үйленейік дегенсің ғой. Қисығынан сразу кескенсің ғой, жолдың іші айланып көп жасамайын, төтесінен кескенсің ғой. Сосын ол айтады маған, неге мен, өйткені қасыңызда қыздар көп қой деп, маған әлі күнге дейін сіз деп сөйлейді. Қыздар көп. Жасы кіші ғой? Иә, жасы кіші. 95 жылғы. Сол маған айтады да, неғып басқа қыздар емес деп. Мен айтам, мен ниеттенгем, Алладан сұрағам, сен алайын деп. Алладан ниеттенем, Алла бұйыртып тұр деп. Сөйтіп. Сосын ол да келгендікі. Райымбек ауданы келген. Сол жерге бардым да, айтты мен елік атуға барам дедім, охотаға бара жатырмын дедім. Саятшылық жақсы көресіз бе, әлде сылтау болып бардыңыз ба? Бәрін жақсы көремін ғой мен. Не бар, адамзаттың бәрін жақсы көремін. Жалпы ол кезде сылтау қылдырып бардық. Елік атуға бара жатырмын мен, Шалкөдеге деп айттым. Бірақ жолдан кіріп, мен қайтып қалаға кетіп бара сен алып кетейін деп. Ол жарайды деді, ол емделуге барды. Негізі жүрегінде ақау болған деп айтты да, сызғандықтағы азаматтар или азаматшалар ма біреулер түсіргендер. Сосын жүрегіне операция жасау керек деп сол жақта жатты да, квотамен. Мен қайтып Алматы жаққа шығып кел жаттым, елік аттың ба деді. Я аттым, жүр дедім. Дос балам екеуміз бардық, Дулат деген дос балам өзімнің. Екеуміз бардық та, келген шетінде күтіп тұрдық, үйінің қасына бардық. Алып қашып кеттіңіз? Содан кейін үйінің қасына барып тұрдық та, енді ар жағында көшенің басына ол шықты, үй киіммен шықты кәдімгідей. Сосын маған айтады да, ыңғайсып жан жаққа қарап тұр, енді біреу көріп қалып, ауылда өсек деген жүреді дегендей. Айтам, машинаға отырасың ба, отырамын деп айтам, ойланып тұрып. Суға түсетін жер бар ма десем, бар дейтін. Айтам, қай жер десем, кеген су дейді. Айтам, мен Чалшық суда жүрек сол, жалдап дегенсің ғой. Сол жер ары қарай Көлсайға барайық деп. Көлсайға жеткен кезде айттым, уәде берем дедім, 12-ге үйіңе әкеп тастаймын, жүр Қапшағайға барайық дедім. Сосын уәдесімен үйіне апарып тастадым, әлі күнге дейін сол үйде тұрып жүр. Биыл ғана пропискаға отырғыздық енді. Сол кеткеннен ол кетіп алып қашып кеттік? Иә, сол кеткеннен ол кетіп алып қашып кеттік енді. Сол бұйырған кетпейді дейді ғой. Бұйырмағанға жетпейді. Оған жетпейді. Иә. Қазақ қыздың қасынан бір түрік азаматын көрсеңіз, қалай боласыз? Спортшы ретінде, адам ретінде, жалпы өзге ұлт өкілдерімен қазақ қызын көрсеңіз. Жағасына жармасасыз ба? Әлде бейжай қарай саласыз ба?
жағасын жармасқан кезде қазіргі таңда қыздардың кішкене сана сезімі төмендеп кеткен да, ашуыма тиеді. Бірақ анау жігіттің жағасын жармасып, оны сүйреп ұрғаннан қыз өзің маған қарай мысалы ар жазады да, ол менің жігітім, шатағың қанша деп. Оны бізде аубасын алған кезде әкесі мен ағасы бар. Солар тәрбиелемеген. Олар бетімен кеткен деп айтсам болады. Ертең анау шетелдің азаматтар осы жаққа қыдырып келеді, және де жұмыспен келеді, контрактпен, жұмыспен. Сол кезде біздің мынау клубтарға өзімде жас кезімде барған, өтірік айтпаймын. 3 жылдай болды ғой, 3 жылдан асты ма клубқа бармағаныма ше. Сол өзімді былай жеке өзі көзіммен көргенде негрлерге, американдықтарға, индустарға қазақтың қыздар жабысады да. Олар қазақтың қыздарына не керек? Олардың ақшасы ғана керек та. Жүрегім ауырады жалпы. Қалай айтсам болады? Олар ертең өз мемлекетіне барады. Сосын қазақ қалай екен деп сұрайды. Сосын айтады, қазақ жезөкшеден туған деп айтады. Олар бүткіл қазақтың қызын бірдей деп ойлайды. Бір қыз сатып алды, жарайды. Енді бұзылған қыз сатып алды, или қасына келіп сөйтіп ертіп алды да. Сосын қазақ жезөкшеден тарайды дейді. Ол бізге өте ұятты да. Сол себептен әкелері мен ағалары өз қарындастарын дұрысынан мақтап ұстау керек. Өйткені бетімен жіберуге болмайды. Қазір татуировка салып жатқандар талай, ана педиктер сияқты, голубойлар сияқты жүріп жатқандар талай. Мысалға шашын анандай петухтар сияқты тұрғызып, атештер сияқты ше. Ол біздің қазақ менталитетіне вообще келмейді. Соны айтсаң, қазір 21-ші ғасыр ғой, дамыған заман ғой дейді. Айтам мен сорлы деймін. Айтам мен ата бабамыз кезінде өлмей-ақ тұрды ғой. Барлығы емін білді, әр нәрсенің өз жолын білді. Алла бұйырып қойған, әркімге өзі ризық несібесі бар. Сонымен жүреді, кім қалай болса да деп. Өздерінің өмірлері, енді Алланың алдына барған кезде өздері жауап береді. Бірақ біздікі айту ғой, айтамыз көрген жерде. Көшеде қаншалықты жиі төбелестіңіз? Енді бұл сұрақты ережесіз жекпе-жекпен айналысатын, аралас жекпе-жекпен айналысатын адамдарға қоймау мүмкін емес та? Соңғы рет 2011 жылы төбелескем көшеде. Бұл одан кейін төбелескен емес. Одан кейін төбелеспеді. Одан кейін қатты жүгіретін болдым. Бұрылып қашан десең. Жоқ, 2011 жылы кішкене бір түсінбеушілік болып, кішігірім төбелескен болатынбыз. Сол кезде ең бірінші мына қолым, екінші рет сынған болатын, мына қолым жұдырықтың басына жер. Одан кейін төбелескен емеспін. Жұдырық демекші бір жекпе-жекте қолыңыз сынып кетті ғой. Әр жекпе-жекте сынады. Бірақ неге жиі сындырып аласыз? Қалай айтсам болады? Дұрыс ұрмайсыз ба сонда? Ұрып көруге де болады, негізі жалпы ше сен. Тексеріп көрсек те болады. Жоқ, енді мен ойлаймын. Может, сүйегім әлсіздеу ме екен, мүмкін ударым қатты ма екен, беріліп қатты тұрам ба екен, содан. Өйткені ұрған кезде адам бұлқып қалады, жағына тиіп, мұрнына тиген кездерде сынған болатын мен қолдарым. Енді бұл 10 қолым 10 рет па 12 рет сынды. Көрмеген жоқ екен қолыңызды. Иә. Сол. Жалпы жекпе-жек әлеміне неше жасыңызда келдіңіз? Алғашқы айналысқан спортыңыз қандай болды? Ең алғашқы айналысқан спортым бокс. Мұстафа Өзтүрік жекпе-жек орталығында 2005 жылы октябрь айында 22 күні қателеспесем бардым, қойдым боксқа. Бірінші күн бардым. Сол жерде бокспен айланышып, өзімнің ең бірінші ұстазым Асанов Азат деген менің өзін қалай айтсам болады, бір ай қатыстым, бір ай қатысқаннан кейін енді ол жерге біз қанша төлешеді? 200 теңге ма, или 700 теңге ма сондай төлейтінбіз. Сол кезде маған ақшаң керек емес деп айтқан. Сен әке-шешеңді ертіп кел, әке-шешеңмен сөйлесіп сені қалаға жіберейік. Сөйтіп 4 айдан кейін қалаға жіберді мені. 4 айдан кейін бір 2 ай қатысып, ең бірінші 2006 жылдың 2006-ның наурыз айында ма, сол айда бірінші чемпионат Қазақстанға бардым. Қазақстан біріншілігіне бокстың 6 ай қатысып. Осы қалалық Алматы қаласының чемпионы болдым. Одан кейін менің Асанов Азат деген бапкерім, екінші бапкерімді берді, Тәттібаев Ерлан деген. Ол кісінің бүткіл Қазақстан таниды деп ойлаймын, боксқа қатысқандардың. Солай. Жаңа Мұстафа Өзтүрік дегеннен шығады. Неге? Өйткені
Арман Мұстафа Өзтүрік Әшімов деп айтады. Неге бір адамның аты тегі сіздің лақап атыңызға айланып кетті? Енді бұл лақап ат маған Алладан бұйырған лақап ат деп ойлаймын. Өйткені өзіміздің қазір Мұстафа Өзтүрік жекпе-жек орталығының басшысы, президенті Мейірбек Қайыр Сейсебекұлы, өзімнің ағам. Сол ниеттен осы жекпе-жектің алдына шыққан кезде Алладан дұға жасап сұрап берген да. Өйткені енді қалай қазақтың батырының есімін біз шығармасақ, сол көмілген күйде көміліп кете береді да. Мысалға кейбір айтады бір иттің атын, мысықтың атын сондай пантера деп бірдеңке деп лақап аттар қойып болады да. Мен ойлаймын да, ол лақап ат енді әркімге өзіне қалай жағады ғой, өзіне кімге қалай жағады, солай таңдайды ғой жалпы. Яғни аңның атын емес, адамның атын алдыңыз лақап ат. Өзіміздің жай адамның емес, қазақтың батырларының атын қою керек та. Өйткені кезінде Емадинға ең бірінші рет барған кезде Мұстафа Өзтүрік деп сол бір қазір Иван деген Емадиннің ортасында жүріп ағылшынша переводчигі болып сөйлейді. Сосын өзінің каналдары бар, YouTube каналдары. Сол маған айтады да, сен нағып Мұстафа Өзтүрік деп қойып маған қызық болды дейді. Мне было интересно дейді да. Почему дейді. Қарап Мұстафа Өзтүрік деп жазып едім дейді да, өмірбаян тарих шықты дейді да. Саған рахмет Арман. Что сендерде сондай қазақтың батыры бар екен ғой, ешқашан жекпе-жектен ұтылмаған, сондай чемпион адам болған екен ғой дейді да. Айтам, где он сейчас дейді. Айтам да, ол кісі марқұм болған 95 жылы. Содан кейін мен қазақтың атын болашақта шыға беруге солайына. Яғни осындай ұлы тұлғамыздың аты өшпесін деп өзіңізге лақап ат қылып алдыңыз. Мысалы Қауынбай деп қойса болады, Қауынбай батыр деп, Бөгенбай батыр деп қойса болады. Сөйтіп қазақтың қазіргі бізде қазақтың тарихы көміліп кетті ғой. Тарих жерде жатыр да, соны қайта алып шығару керек бізге қазақтану үшін. Біз қазақтану керекпіз, біз Еуропаға ұқсамау керекпіз, Еуропаға ұқсасақ біз қазаны. Мысалы корейстерді басында ең тоже халқы мықты, өте анандай рухани андай Корея сондай мемлекет болған екен. Кореяны ыдырату үшін қызын еркек сияқты киіндіріп, еркекті қыз сияқты киіндіріп солай үйретті да. Мысалға оның бәрі енді дұрыс емес деп ойлаймын. Ол бізге кірмей қойсын, бірақ басы кірді ғой, енді аяғы кірмей қойсын деп ойлаймын өзім. Енді осы спорт тақырыбына, аралас жекпе-жек тақырыбына оралатын болсақ, сіз секілді еліміздің намысын көтеріп жүрген мысалға Жалғас Шако Жұмағұловтар кезінде Асу компаниясының бренд амбассадоры болды. Қазір жақында ғана жеңіске жетіп, алғаш қазақстандық қазақ болып жеңіске жеткен Шавкат Рахманов бар, өздеріңіз бірге жаттыққансыздар. Горилланың бренд амбассадоры болды. Сіз қандай компаниялармен келісімшарт жасасыз? Мен қазір таза директорымын біріншіден. Жалпы қазір амбассадор деп айтатындай, жалпы мен қазір өзімнің ұсыныстар бар ма? Жалпы ұсыныстар бар, мен жалпы қазір сондай мен жалпы айланып жатырмын. Малтабу KZ деген өзіміздің отандық сайт, және Қомағай деген өзіміздің отандық бренд деп айтайын. Соны жалпы сол кісі Алматы облысы Сарыөзек ауылынан Ербол ағамыз. Сол кісіге барып, мен өзім барып бір ауыз сөйлесіп, кішкене сөйтіп едім. Сосын артынан хабарласты, бауырым, сен біздің осы-осыйынан кішкене осы отандық сайтты кішкене көмектесіп, алға жылжытуға көмектесерсе деп. Мен болды, ағаға айттым, болды, проблем жоқ дедім. Сөйтіп қазір сол Малтауымен, жалпы Малтауымен істеп жатырмыз. Қазірге сол ғана енді. Арлан ММА Протим деген белді бізде команда бар. Соның мүшесісіз ба, әлде ұсыныс жоқ бұл жақта? Біздің жауынгерлеріміздің барлығы көбісі Арлан ММА Протимнен шығады. Арман Әшімов сонда тоқалдан туды ма сонда? Олында неге кірмейді? Қалай айтсам болады? Бүгін қай күн өзі? 28, бүгін маған контракт жіберді. Бәрекелді. Бәрекелді болған кезде біз негізі Төлеген Құмаров ағамызбен осыдан 3-4 ай бұрын сөйлесіп, фотоға салған болатын, инстаграмға Арланға кірді деп айтқан болатын. Бірақ біз ешқандай договорға қол қоймадық.
менің шаруаларым болды, ол кісінің өз шаруалары болды, сөйтіп біраз уақыт созылып. Енді бүгін контракт жіберді. Алла бұйыртса көреміз енді. Қалай болатынын. Мен Қазанажыге мына контрактын оқитын нелер бар ғой. Соларды оқып, қандай келісімшарттың қандай екенін толықтай оқып, меңгеріп, сосын ойлана жатармыз. Таза ауамның бастығымын дейсіз, бірақ шын мәнісіне келгенде спорттан бөлек бір табысыңыз, кәсібіңіз немесе жұмысыңыз бар ма? Әрине бар. Мен ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінде істеймін. Мен 2019 жылы 26 наурызда контрактқа қол қойдым. Кәдімгі контрактикпін, жұмыс істеймін сол жерде. Одан кейін Алматы облысының дене шынықтыру басқармасында мен жекпе-жектің чемпион Қазақстан ретінде сол жерде айлықта отырмын. Сосын қалай еді аты? Дышенко дейді ғой, бұрынғы Дышенко, қазіргі ДНК ма, ДКР ма, сондай Дышенкода. Яғни күнделікті өмір сүруге, бала-шаға бағуға жететін қаражат бар. Шүкір. Дей тұрғанмен де, болашақта алдағы жекпе-жектеріңізге деп, мысалға UFC-мен келісімшарт жасалатын болса, үлкен промоушндарда өнер көрсететін болсаңыз, осы болашаққа деп демеушілік көрсетіп отырған ағаларыңыз бар ма? Иә, енді берет Бауыржан Оспанов ағамыз алдында жекпе-жектен ұтып келген кезде өзінің үйінде қонақтады. Өзімнің ағам Мейірбек Қайыр Сейсебекұлы өзі де қашан барсам да маған сыйлық береді, осылай. Міне кеше Шымкентке бір сапармен бар келдім. Сол кезде Қалдыбай деген ағамыз сол жақтан күтіп алып, өзінің ауылына шақырып, Абай деген өзге бір таятты да. Солай беретіндер бар. Яғни жомарт жандар жетерлік. Қазақта жетеді жомарт жандар. Жетеді. Енді жеке өзіңіздің отбасыңызға байланысты сұрақтарға көшетін болсақ, жалпы өздеріңіз қаншаға ағайындысыздар? Біз жалпы отбасымызда үшеуміз, әпкем, мен және менің інім бар. Ініңіз де спорт саласында? Інім инвалид, екінші дәрежедегі инвалид. Сөйлей алмайды, бірақ қазақша, орысша бәрін түсінеді. Ұрысқан кезде қатырады, енді албасы деп ұрсады, әкетеді ол жағын. Әпкем ішкі істер министрлігінде жұмыс істейді, ішкі істер департаментінде. Сол жерде қазір декретте. Жалпы үйлеріңізде әскери адамдар істейсіз? Иә, шүкір. Әкешем жұмыс істемейді енді. Әкешем қазір ауылда мал бағады. Өздерінің сұранысымен ауылға жіберіп, сол қаладан жалықтық. Бізді әпкем екеумізді оқытқан кезде 5 жыл шындығына келетін болса, бір трусимен бір майка ауыстырмаған ғой. Әкем таксист болып жұмыс істеді, анам заправкада пистолетчик оператор болып жұмыс істеді. Енді солай сөйтіп 2016-ға дейін ба? 2016-та анамды официальный жұмыстан шығарып алдым. Одан кейін әкем енді үйде жатып ішіп пысқаннан кішігірім таксовать ететін, сөйтіп 2018-де күзінде маған айтты: Арман, біз қаладан жалықтық, қалада жатсақ уже ауру болып бітетін болдық, біз ауылға көшейікші, кішігірім мал алып берсең деп. Иә, кішігірім малын алып беріп, сол жаққа жібердік. Өзінің ағаш ағам да сол жерде тұрады. Сол бір-біріне көмектесіп, қазір Аллаға шүкір сол жақта тұрып жатыр. Сіздердің жалпы таңдаған, жүріп жатқан бағыттарыңыз бір шоу элементтерін, сондайларды өз сұранып тұрған салады. Мысалға айталық, Асу Зүлфіқар Алмабаев жекпе-жекке шыққан кезде қарсыласына балдақ сыйлады. Сол секілді енді сіз UFC-ге шығатын болсаңыз осындай әрекеттерге барасыз ба? Асудың ол өзінің идеясы емес, ол Асуға кеп қолына бере салған, Асу білмеген ол не беріп жатқанын. Артынан кейін білген да ол. Артынан кейін француздар кеп, сол француз жігіт кеп ренжіген кезде Асу артынан барып кешірім сұраған болатын. Сол француздан ше, мен білген жоқпын деп ше. Асуға намыс деген клуб бар ғой Алматыда. Соның президенті қолына ұстатып жүрген ғой, мен соны бердім. Ол білмеген ішінде не бар? Иә, білмейді ол. Асу артынан солай айтты бізге. Білмедім мен деді. Бірақ ана француз жігіт ренжіп қалды енді кішкене ше. Мен Қазақстанды олай ойлаған жоқпын ғой деп. Бірақ Асу артынан барып
дұрыстап сөйлесіп кешірім сұрап, ол жекпе-жек қалай айтсам болады, ол жекпе-жекте біреумен төбелескеннен өмір бақи біреумен жау болып кетпейсің ғой. Ол жай ғана ойын. Жекпе-жекке шығасың, 15 минут пен 25 минут арасында төбелесесің, болды. Одан кейін сен доссың. Болды. Өйткені бір төбелескен адаммен қалай жау. Мысалы, одылып қалсам да мен өзім біреуді жау деп есептемеймін да. Өйткені бұл қалай айтады ғой, чисто спортивный интерес дейді ғой. Сол өзің күшің санастың. Сол болды, сол жерде жабылу керек та. Ол біреуге тіс қайрап, анау жаман деп жаманда ол қажет емес. Жекпе-жек демекші, коронавирус дедік, карантин дедік. Көп спортшылар біраз жарыстарға шыққан жоқ. Жалпы спорт саласы тоқтап. Спорт саласы тоқтап қалды біраз. Жекпе-жектер. Десек те біздің UFC-де өнер көрсетіп жүрген батырларымыз барып жекпе-жектерін өткізіп жатыр. Сіздің алдағы жекпе-жегіңіз шамамен осы уақытта деп айта аласыз ба? Қашан өтетінін? Және UFC-мен шын мәнісінде контракт қашан қол қойылады? Қазір. Поштам қайда мен? Қазір 1 минут. Болады жар, Ой, елки. Бізде не ес қалды дейсің дейсіз ғой, соткаға сақтап жүреміз. Міне жалпы маған UFC-дің контрактысын визаға жіберген болатын маған ше. Жалпы визаның шаруалар UFC деп жазылып тұр. Соны маған бұны февраль айында жіберді. Февраль айында жіберген болатын. UFC-да контрактым бар, жоқ емес, шүкір. Бірақ бой жоқ. Қай күні бұйыртса, сол күні бой береді. Яғни ақпаратты жалған деп айтуға келмейді, Жалған деп айта берсек те болады, жалпы. Өйткені жоқ әзірге. Бір жағынан бар, бір жағынан жоқ. Түсініксіз. Қалай контракт болғанмен қазір маған бой берген жоқ қой. Бой берсе мен айтатын едім, міне Жако сияқты міне бой берді. Мен төбелесем осы кезде деп айта аламын да мен. Мен қазір контракт бар, бірақ қашан бой болатынын мен білмеймін. Мен тәубе емеспін ғой, карта ашып, құмалақ шашып бойын білетін. Яғни әзірге ешнәрсе 50-де 50 ғой қазірге. Қанша жасыңызға дейін спорттан көресіз өзіңізді? Алла бұйырған күнге дейін. Алла денсаулық беріп бәрі жақсы болып жатса, мүмкін 35-ке дейін төбелесерміз. Қыздардың да қазір ереже жекпе-жек қатты дамып бара жатыр. Жалпы қыз баласының осында ереже жекпе-жекке келуіне өзіңіз қалай қарайсыз? Енді қазақта қай бір байдың баласы жекпе-жек, ереже жекпе-жек, еркектерді алайық, жігіттерді алайық, қай бір байдың баласы ереже жекпе-жектен келіп чемпион болып жатыр. Ешқандай байдың баласы жоқ жерде. Қыз балалар да сол сияқты өзінің жағдайын көтеріп, кішкене енді қолынан келгенше аяққа тұрғызайын деп әке-шешемді. Ертең мен үйленген кезде менің артымнан сөз жүрмейтіндей, жағдайы төмен екен деп көп соны ойлайды. Мен бір байдың баласын көрген жоқпын, бір кәдімгідей бір байдың баласын бір шығып, енді ереже жекпе-жектен мен айтайын. Енді бокс, таеквондоға мен әңгіме айта алмаймын, өйткені ол жақта байдың балалар бар. Жақсы бокстасып, төбелесетін, күресетін жақсылар бар. Мен ереже жекпе-жекке келген кезде мен айта алмаймын, бір байдың баласы бар. Яғни жоқтан көтерілген балалар ғой, бәрі жоқтан көтерілген. Ереже жекпе-жекке келіп жатқан жігіттер жетіскеннен келген жоқ дейсіз ғой сонда? Жетіскеннен келген жоқ. Бірақ енді қалай айтсам болады, бай болмаса да өзінің отанын әлемге барып таныстырайын деген жігіттер да. Қайсар мінез, арлан мінез дейді ғой. Сол сияқты мінезі бар балалар келіп жатыр. Мен көп балаларды көріп жатырмын, бір жекпе-жектен шығады да, ойбай, мен қырғам жойғам дейді да. Келеді таяқ жетті айтады, спорттар не спорт дейді. Мен айтамын, өзі осындай спорт. Кәдімгі көшені төбелес секілді, бірақ правиласы бар деп. Сіз шығатын жекпе-жекке шықпай қалып, Асу Алмабаев аяқ астынан чемпион болып кетті. Екеуіңіз бір салмақта өнер көрсетесіздер. Ол аяқ асты деп айтуға келмейді. Ол Асуға бұйырып тұрған. Өйткені мен анау августтың 29 күні Оренбургта сол Флавио де Сильва Сантоспен төбелесіп жеңіске жеттім. Одан кейін сентябрь, октябрь 2 айдың ішінде қолым жай ғана тигізіп қойсам да ауырған болатын. Сосын ең соңында тренеріме келіп айттым, мүмкін төбелес сылайын дедім. Мен шыдаймын енді, бір қолмен болса да бірден кестеп айтыр төбелесек дедім. Кезіндегі Жанқош Тұраров сияқты, бір қолмен бокс деп шыққан. Сол.
или оң қолмен ұрмаймын деп айтып едім, тренерім айтты. Олай болмайды деді. Сен қазір оны толық 100% сен төбелесе мағаннан кейін ол бой қызық болмайды деді. Асу мықты ма, Арман мықты ма? Екеуіңіз бір салмақта өнер көрсетесіздер ғой. Асу мықты ғой. Спарринг жасап деген. Жоқ, біз жасаймыз, ондай бір қатты төбелеспейміз. Біз бір-бірімізге көмектесеміз. Бірақ мен ойымша Асу мықты ғой. Енді қарап отырсаңыздар, бізде қазақтарда мысалға осыдан біраз жыл бұрын әлеуметтік желілерде талқыланған, қазақта, Қытайда екі қазақ қандас бауырымызбен бір-бірімен ереже жекпе-жектен шықпай қойған екеуісі. Бірақ қазір заман басқа, тенденция басқа. Мысалға Америка кәсіпқой боксшылар, сен де американец екенсің деп екеуі бір-бірімен бокстаспай қоймайды ғой. Екеуіңіз де сондай әлемдік деңгейге жетіп, екеуіңіз бір-біріңізбен жекпе-жекке шығатындай мүмкіндік болса, не істейсіздер? Смотря кімде пояс қалай болады. Или бір рейтинговый болса да, пояс болса да, біз бір-бірімізбен төбелеспейміз. Не көп, адам көп емес пе төбелесетін. Ана жақта американецтер бар, ана жақта бразильцтер бар. Өзі біз жақсы көретін солар ғой өзі. Өзі мен анау қалай айтсам болады, осы М1-де өзі 6 ойға өткіздім, 6 ойдың 3-і бразилец болды да. Сол сияқты оған бір бразилец, маған бір бразилец табылады шығар енді. Өзіміздің деңгейімізде. Үйреніп қалған жау атыспаққа жақсы дейсіз ғой. Өз қазақтың бауырымызбен төбелесіп, бір-біріміздің сағымыз сындырып қажет емес та ол. Кім ұтса да, былайынан өмірде мен ойлаймын, Асу мықты меніңше. Ол мықты. Өйткені ол мен оны бауыр ретінде сыйлап, мен ол қанша жағамнан ұстап тұрса да, енді төбелеспеймін да. Давай төбелесейік деп айтса да. Бірақ ол да өйтіп айтпайды. Екеуміз бір командадамыз, бір тренеріміз бірге. Бізге қажет не оның. Осы сұхбатымызды Асу көріп отырса, Асу естіген болар, Арман сізбен төбелеспеймін деп жатыр. Арман Әшімовтың ең қатты өкінген, немесе жылаған кезі, және ең қатты қуанған тұсы қандай сәттерде болды? Енді өкініш жайлы айта алмаймын енді. Оны бір қатты бір өкініп неткен болмаған. Бір күні қалай істесем болады, қалай айтсам болады. Енді өкінген кезім жоқ мен. Өкініш түк өзгертпейді да адамның. Қатты қуанатын кездерім өте көп болады менде. Қай біреуін айтсам. Ең соңғы бір қатты бір тек өзіңіз шат-шадыман болып қатты қуанған кезіңіз сізге себепкер болған не еді? Алды күні, осыдан 2 күн бұрын мен анама шуба алып бергем. Соған өзім қатты қуандым. Өйткені ананың қуанышы ешқандай бір не жетпейді да, көзіме жас алып кетті. Ғаламның сұлулары тең келмейді, анамның күліп тұрған бейнесіне дейді. Сол қатты. Жан тебірентерліктер. Яғни ананы қуанта білген бала, ол елінде қуантады, ол жерінде қуантады. Солай емес пе? Жақсы. Жалпы анаңыз жекпе-жектеріңіз, ана дедіңіз ғой, анаңыз жекпе-жектеріңізді қарай ма? Көп спортшылардан сұраймыз, әке-шешем қарсы болған дейді спортқа келуге. Мен анам да қарсы болған әрине. Анам қарсы болған. Әлі күнге де қарсы, шын айтайын. Жүрегі ауырады. Жекпе-жек көрген кезде. Спортты қойшы деп айтқан кездер бола ма? Әрдайым айтып тұрады. Айтам. Мен өмірім сол шығар деймін да. Алла маған бір ерекшелік берді. Мен сол ерекшелікпен жүру керекпін. Алла айтқан ғой. Алланың сөзі бар ғой. Саған бір адамнан, жай адамдардың ерекше қылдырып жаратсам, сен ойлама. Солар сақылды сұрауың сол сақылды болады, екесе болады дегендей. Сол себептен Туында сұрауы бар. Біздің ең бірінші мақсат қазақтың туын әлемге барып, қазақтың кім екенін әлемге барып көрсету. Менің жеке өзімнің ойым, мен сол. Жақсы, Арман. Ойларыңыз өте орынды. Тіпті ана деген кезде әрине Қатты сыйрам ғой әкемнің. Кез келген ер азаматтың ет жүрегі елжірейтіні анық. Соңғы сізге қойылатын сауал осы, өзіңіз айтып жатсыз, жас балаларға көмектесемін, жас спортшыларға қолдаймын деп. Қазір спортқа келіп жатқан спортшылар бірден чемпион болғысы келеді да, келе салып. Жас спортшыларға қандай ағалық деп айтайықшы, кеңес айтар едіңіз? Ешқашан бір шаруаны орта жолдан ұстамау керек та. Ешқашан орта жолдан ұстамау керек. Алла саған дарын беріп тұр ғой, ерекшелік беріп тұр. Алла қай жолға салады, жалпы адам сол жолмен жүреді. Көп адам, жас балалар қазір кішкене спортпен айланысады да, студент кезінде или басқа қызбен жүрген кезде спорттың бәрін ұмытылады.
Иә. Ой, қойшы ертең бара салам, бір күні бара салам. Жүрдің бардың. Иә. Спортта да былай ғой, әр жұмыста да істеген кезде адам бірінші авторитет үшін жұмыс істейді. Сосын авторитет адам үшін жұмыс істейді да. Сол себептен бірінші адам авторитетін әлемдік деңгейде келтіріп алу керек. Яғни абыройыңды арттыру керек. Иә, абыройын арттыру керек. Ең біздің жас балаларға айтатын өзім ағалық ақылым, бір нәрсені бастадың ба, ешқашан тайынба. Соны аяғына жеткізуге тырысу керек. Жақсы. Ендеше құрметті көрермендер, біздің бүгінгі Арман Әшімовпен болған сұхбатымыз өзінің мәресіне жетіп қалды. Біздің болашақтағы осындай сұхбаттарымызды спортшылармен және өзге де саладағы жүрген қазақтың бетке ұстар азамат-азаматшаларымен болатын сұхбаттарымызды Асылтас ТВ YouTube арнасынан көре аласыздар. Арнамызға жазылып, қызықтан құр қалмаңыздар. Арман, сұхбатыңызға рахмет.